Саламатсыздар ма 3-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мұғалімнің қолдауымен мәтіннің тақырыбын, ондағы негізгі ойды анықтау. Үлгі негізінде тірек сөздерді қолданып, нұсқаулық мәтінін құрап жазу. Сөз құрамы сызбасы негізінде негізгі және туынды сын есімдерді анықтау. Жіберілген пунктуациялық, грамматикалық қателерді тауып, түзету. Балалар, қазір біз суды дұрыс пайдалануға арналған тыйым сөздерді толықтырып жазамыз. Сіздерге тыйым сөздер берілген. Ол тыйым сөздер аяқталмаған. Төмендегі керекті сөздердің тиістісін қолданып, тыйым сөздерді жалғастырып жазамыз. Мысалға, суды бекер төкпе. Әрі қарай жалғастырып, дәптеріңе жазып ал. Келесі тапсырма. Сипаттау мәтінін құрастыру. Балалар, берілген балықтар туралы ғаламтордан қарап, сипаттау мәтінін құрастыр. Сипаттау мәтінінде сын есімдерді пайдалануды ұмытпа. Ұзындау, кішірек, жалпақтау сынды сын есімдерді пайдалан. Келесі тапсырма шығармашылық тапсырма. Сіздерге түбір сөздер және қосымшалар берілген. Түбір сөздерге қосымшаның тиістісін жалғап, туынды сын есім құрастыр. Мысалға, көргіш. Құрастырған туынды сын есімдерді қатыстырып, 3-4 сөйлем құрастырып, дәптеріңе жаз. Енді балалар, бүгінгі сабақтың рефлексиясын жасайық. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Сабақтан не үйрендіңдер? Саған ерекше не қызықты болды? Өз ойыңмен бөлісуге дайындал. Келесі, өз-өзімізді бағалау кестесіне назар аударайық. Бағалау критерийларын оқи отырып, қолымнан келеді, немесе әлі де көмек қажет екенін анықтайық. Бірінші, мәтіндегі негізгі ойды анықтаймын. Егер ол сенің қолыңнан келсе, қолымнан келеді кестесіне белгі қоямыз. Ал егер саған әлі де мәтіндегі негізгі ойды анықтауда көмек қажет болса, көмек қажет етемін кестесіне белгі қоямыз. Осылайша өз-өзіңді бағалауға дағдылан. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.